Сәлем достар, бүгін бисквит жасауды үйренеміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші миксерге жұмыртқамызды салып айналдырамыз. Миксерімізді ең бірінші жай жылдамдықпен бастаймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта өте оңай, дәмді, тез жасалатын тәттілермен бөлісіп отыратын боламын. Осылай миксердің жылдамдығын арттырып отырамыз. Достар, сіздер бисквит пісіріп көрсеңіздер, комментарияға «Я» деп жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және қантымызды осындай кішкене бөліктерге бөліп салып отырамыз. Осылай қанттарды бөліп салып отырамыз. Массамыз 2-3 есе үлкею керек. Дайындамас бұрын миксеріміздің іші өте таза болу керек, құрғақ болу керек. Соны естеріңіз де болсын. Осылай қантты жайлап саламыз. Массамыз 2-3 есе үлкейіп көбейеді. Осылай қантымыздың барлығын салып боламыз. Және осы массаға қайнаған ыстық суды суытып, және шимшік майды қосып, екеуін бірге жай скорста құямыз. Бұл жерде ыстық суды суытамыз, және де шимшік майды үстіне қосып өлшеп бірге құямыз. Және жай жылдамдыққа қойып араластыру керек. Көп араластырудың қажеті жоқ. Және ұнымызға қопсытқышымызды бірге салып, осы массамызға лопатканың көмегімен астынан жоғарыға қарай араластырып отырып жасаймыз. Мінекей ұнымызбен қопсытқышымызды араластырып аламыз әдемілеп. Осылай лопатканың көмегімен астынан жоғарыға қарай осылай жайлап араластырамыз. Бізде өте үлпілдек масса шығады. Қатты араластыруға болмайды, өйткені массамыз отырып қалуы мүмкін. Осылай ұнды 4-5-ке бөліп, осылай араластырамыз. Және алдын ала пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Менде диаметрі 20. Мен 2 форма дайындадым. Осы массамызды 2 бөлікке құямыз. Сол кезде біздің бисквитіміз тез пісіп шығады. 170
170 градуста 20 минуттай, 25 минуттай пісіреміз. Әрқайсыңыздың пешіңізге байланысты. Мен 20 диаметрлі 2 формаға құйдым. Және пешімді алдын ала қыздырып 170 градусқа 20 минутқа пісіріп алдым. Қашан біркелкі болғанша араластырамыз. Бисквитіміз отырып қалмауы керек. Достар, егерде осындай бисквит пісіріп көрсеңіздер, комментарияға «я» деп жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай 2 формаға пісіріп алдым. Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Жасамасаңыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Осылай бір тортты жасауға болады. Өздеріңіз қалауыңызша крем дайындап, ортасына жағып, торт қып жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.